Қадірменді тыңдарман, ене мен келін тақырыбы қай уақытта болса да өзекті болғандықтан осы тақырыпқа сай әңгіме қозғауды жөн көрдік. Бұл бастап жатқан әңгімеміз 3 бөлімнен тұрады. Сіздерге жақсы ой салады деп сенеміз. Ғибрат әлемі арнамызға тіркелуді ұмытпас үшін есіңізге саламыз. Бізге қолдау білдіріп, пікір қалдыра отырыңыз. Әңгімемізді бастайық. Айгүл бүгін аласырып жүр. Ертең әкесінің үйін тастап ұясынан ұшады. Өзінің үйіне қоныс аударады, яғни ұзатылады. Қыз бала қонақ демей ме, қонақ та болып, енді өз үйіне қайтатын кісі құсап дайындалуда. Алғашқы махаббатымен бірге жаңа өмір бастамақшы. Бой жетіп айнаға қарағалы, жігіт атаулыдан осы Қанатпен ғана сөйлесіп келеді. Мектеп қабырғасынан бір-бірін таниды. Тек айырмашылық, Қанаттың тұрмыс тіршілігі бақуатты да, Айгүл орта шаруа отбасынан шыққан еді. Бірақ бұл айырмашылық екеуінің махаббатын өшіре алмады, керісінше өрши түсті. Ақыры Қанат дегеніне жетіп, үйленетін күні де келіп жетті. Қуанышында шек жоқ. Тек анасының қаһарлы келбеті ғана тойдың қуанышын су сепкендей басуда. Қанаттың анасы Сәбираның арманы бөлек еді. Өзінің құрбысы аудан әкімінің бәйбішесі қызын қос қолдап беруге риза еді. Ұлы оған көне қоймады. Жалғыз ұл болған соң дегенін істетіп үйренген Қанат өмірлік жар таңдауда да өз таңдауын жасады. Әкесі ғана қолдап арқасынан қақты. Ашкөз анасының қабағы бір ашылмады. Бұлтты күндей түнеріп, тиісуге қара таппай, әр өткен кеткенді сөзбен түйреп, ешкімге тыныштық берер емес. Ухлеп жүріп той болатын күнді де келтірді. Таң ата Айгүл болашағын елестетіп жатып, көз ілініп кетті. Ойының бәрі түске жалғасып, тәтті ұйқы құшағына енді. Түсінде тойлары болып жатыр. Аппақ көйлекте жан-жарының қолынан ұстап, еріп бара жатыр екен. Алдынан үлкен әйел кісі шығыпты. Ұзын шапан киген. Бұл екеуіне мән берер емес. Жүзін төмен салып, алдарынан кесіп өтіп кетіпті. Айгүл етегіне қараса, аппақ көйлегінің етегі қып-қызыл болыпты. Шошып оянған ол өз-өзіне келе алмады. Таң атып, күн ұясынан көтеріліп келеді екен. Біраз қобалжып отырды да, көңілі құлазып, Қанатқа телефон соқты. Алло, Қанат, қалайсың? Жақсы жаным, өзің қалайсың? Неге таң атпастан хабарластың? Тыныштық па? Тыныштық, жай сенің халіңді білейін деп. Аз қалды жаным, аз уақыттардан соң ақ некелі жарым боласың. Тойға қызу дайындық болып жатыр. Қолым қалт етсе хабарласып тұрамын. Жарай ма? Жарайды, бізде де дайындық болып жатыр, деді. Айгүл тұрып бөлмесіндегі төсегін жинап, ойланып біраз отырды. Қыз күннің соңғы түнеген бөлмесі енді қалып барады. Бүгін бөтен үйде түнейді. Әлгі түсі нені білдіреді? Тек жақсылық болғай, деп орнынан тұрды. Бүгін ұзату тойы. Ертең Қанаттың үйінде беташар. Оның арғы күні үлкен үйлену тойы болады. Бәрі қатарынан болған соң біраз шаршайын деп тұр. Мейлі, Қанат жанымда болса болды, деді іштей қуанып. Түс ауа Қанат атанасымен құда болып келді. Кешке дейін жөн жоралғыларды кәдесін жасады да, кешке ұзату тойына жиналды. Той керемет өтіп жатыр. Тек Қанаттың анасы ғана көңілсіз. Құда-құдағиының сыйлап берген киіті көңілінен шықпай отыр. Арзанқол алтын мен таза емес тонды қай бетімен беріп отыр, деп іштей ашулы. Қанша білдірмеуге тырысқанымен жүзі бар ашуын айтып қойғандай. Күйеуі жанында ұрысып отыр. Не қыласың болмайтын нәрсеге ашуланып? Алтының жоқ беді, әлде киетін тоның жоқ беді? Балалардың бақыты үшін қуанбайсың ба одан да? Қандай армандарым бар еді, деп көзін жұмып біраз отырды бәйбішесі. Ұзату тойы ойдағыдай өтіп, Қанат құсын қолына қондырып үйіне алып келді. Айгүл алғаш табалдырықты аттағаннан ақ қысылып қобалжи бастады. Өмірінде мұндай зәулім сарай көрмеген. Жастайынан біреуден төмен, біреуден жоғары өмір сүріп келді. Бірақ мынадай байлықты тек кинода ғана көрген. Қанаттың қамқорлығымен ғана өз-өзін ұстап, өне бойын билеген қорқыныш пен үрейден арыла бастады. Енесінің жүзіне қарамауға тырысып бағуда. Оның жүзін көрсе, бұл некеге қарсы екені бірден білініп тұрады.
Шымылдыққа кіргізіп жатқан бір абысынның әңгімесін құлағы шалып қалды. Не деді Құдай-ау, не айтты? Сонда адамның адамдығы ақшамен өлшенеді ме? О Алла, маған күш-қуат бере гөр. Отбасылық өмірді дұрыс таңдаған болайыншы, деген Айгүл азулы абысынның бағанағы айтқан әңгімесін тағы есіне алды. Сіңірі шыққан кедейдің қызы екен ғой, деді ме? Айгүл шымылдықтың ішінде ақ орамалдың астында ешкімге білдірмей ұзақ жылады. Тағдырын табалады, өміріне өкініш айтты, бірақ ата-анасын кінәламады. Аллаға шүкір, ішерге асымыз, киерге киіміміз болды. Бастысы адалдықты үйретті, қазақы тәрбиені бойымызға сіңірді, оқытты, тоқытты. Шүкір, ата-анаммен мақтанамын, деп өз-өзін жұбатты. Осы кезде бөлмеге Қанат кіріп келді. Жаным, не істеп жатырсың? Шаршадың ба? Бұл бөлмеге енді ешкім кірмейді. Тым кеш болды, біраз жатып демалып алсаңшы. Жоқ, шаршамадым, отыра беремін, біреу кіріп қалса. Ешкім кірмейді, мен сені демалады деп ескерттім бәріне. Неге олай дедің? Деп Айгүлдің екі көзі шарасынан шыға жаздады. Не болды? Деп Қанат түсінбей қалды. Енді не істеймін? Ұят болды ғой. Есікті ашып енесі кіріп келді. Балам, жалғыз сен үйленіп жатқандай болмашы, бара ғой, әкең шақырып жатыр, деді күліп. Қазір келемін жан, деп сыбырлады да Қанат шығып кетті. Енесімен бір бөлмеде бетпе-бет алғаш қалған Айгүл не дерін білмей сасқалақтап орнынан тұрды. Ертең беташарда құлап қаларсың, жатып демал, деді зілді үнмен. Жоқ, шаршамадым, деді Айгүл. Енесі үнсіз шығып кетті. Айгүл үнсіз қайта орнына отырды. Аздан соң Қанат келді. Мен де шаршадым, біраз демалайын, деп төрге барып жайғасты. Қанат, мұнда емес, басқа бөлмеге барсаңшы, мұнда мен бармын ғой. Қайда барам, жындысың ба? Менің бөлмем осы ғой, деп басын жастыққа қоя кетті. Білмеймін, басқа бөлмеге барып ұйықтасай, ұят қой, әлі некеміз қиылмады. Үлкендер не дейді? Жаным, біздің үйде ондай ұсақ-түйекке мән бермейді, так что қорықпай ұйықтай бер. Олар мән бермесе, мен мән беремін. Баршы басқа бөлмеге, деді Айгүл жалынып. Ой, заманнан артта қалған жан жармай, деп Қанат күліп, жастығын құшақтап бөлмеден шықты. Беташар да, үлкен той да өте жоғары деңгейде өтті. Тек Айгүлдің артынан тойға келген төркіндері өздерін төмен санап, ыңғайсыз күйде болғаны болмаса. Тойдың ертегіне екі ғашық табысты, бір-біріне ақ некелі жар болып, куәгерлердің алдында уәде берісті. Мешітте некелері қиылып, кешкісін шымылдықтарына жайғасты. Айгүл келін болып келгеннен бастап, өзін сол үйдің қызметшісіндей сезініп, отымен кіріп, күлімен шығып жүрді. Тіпті шаршадым деп тіл қатқан емес. Ененің көзіне жақсы көрінейін деп ақ өлетін болды. Даңқты адамдар болған соң ба, үйінен қонақ үзілмейді. Әр келген кісіге жаңадан тамақ дайындайды. Одан қала берсе, зәулім сарайды жинап теріп шығамын дегенше түс болады. Бірақ жегені алдында, жемегені артында, қалаған киімін киеді. Тіпті тойда Айгүлдің жеке өзіне қайнатасы көлік сыйлады. Бірақ Айгүл көлік айдауды білмегендіктен үйде босқа тұр. Ешкім оны айдамайды. Әркімнің өзінің көлігі бар. Күндер осылай өтіп жатты. Мына зәулім сарай Айгүлді жұтып жібергендей. Төркіндегі ата-анасы тойдан кейін қыздарынан хабар ала алмай отыр. Айгүл бір күні шаршап келіп бөлмесіне кірсе, Қанат отыр екен. Қолында судай жаңа телефон. Жаным, саған не алғанымды қарашы, соңғы шыққаны. Маған ба? Деп Айгүл қуанып кетті. Иә, саған. Үйленгенімізге 1 ай толды бүгін. Құттықтаймын, жаным. Телефонды көрген кезде барып, ата-анасына хабарласу есіне түсті. Тура 1 ай өтіпті. Телефон сыйлағанына қуанып кетті. Дереу ескі телефонын алмастырып, жаңа телефонымен ата-анасына хабарласты. Бақытты екенін даусымен сездіргісі келгендей күле сөйлеп, ата-анасының көңілін орнына түсіріп, уайымның жоқ екенін аңғартты. Ауық-ауық хабарласып тұр деген әкесімен қоштасып тұтқаны қойды. Айгүл расында бақытты, бірақ Қанат жанында болса ғана. Ол жұмысқа кетті дегеннен енесіне бір тірлігі ұнамай қалады да, келіннің әр қимылын шұқылаумен болады.
Бүгін де таң атқаннан еш нәрсеге зауқы жоқ, қабағы қатулы, оқтын-оқтын Айгүлге тиісіп жүреді. Қанаттың келгенін байқады да жадырап сала берді. Бөлмелерінің есігін қаққан енесі кіріп келді. Келінжан, айналайын, атаң шай ішемін дейді, жанында 2 кісі бар екен, азын-аулақ тамақ жасап жіберші. Қазір апа, деп айнаға қарап орамалын түзеді де асханаға бет алды. Жұмыстан ерте қайтыпсың ғой балам, деді Қанатқа анасы. Жоқ, қазір қайта кетем. Айгүлге жаңа телефон алып едім, соны беріп кетейін деп келдім. Бүгін біздің отау құрғанымызға 1 ай болды. Соған жолдас жігіттермен мейрамханаға барамыз. Айгүлдің ескі телефон ұстап жүргені ұят қой. Дұрыс бопты, деді де ернін сылп еткізіп шығып кетті. Кешкісін Қанат жұмыстан кештеу қайтты. Дайын отыр деп ескерткен соң Айгүл кешке дейін тірліктерін бітіріп, енді дайындала бастап еді, енесі кіріп келді. Жол болсын, жаңа түсе салып қыдырыс басталды ма? Қанат барасың деген соң, барса балам бара берсін, ол еркек қыдырады, ойнап күледі, соған еріп сен де дала кезіп жүрмекшісің бе? Келін емессің бе? Қолыңдағыларды таста да ваннаны тазала. Мен түсте тазалап жуып қойғанмын апа, одан кейін адамдар қосылды емес пе? Айгүл кигелі тұрған көйлегін шифонерге ілді де бөлмеден шықты. Ванна, одан соң ас үйді жинау, шкафтардың іші, бәрін тазалатып енесі қарап отыр. Тым кешкі уақыт болғанда Қанат келді. Қадірменді тыңдарман, әңгімеміздің жалғасын 2-ші бөлімде жалғастыратын боламыз.